ақш-та өз туысының даусын ажырата алмағандар алданып жатыр. ақш-та бір жылда киберқылмыс саны 10 есе өскен. Deepfake арқылы кез келген адамның даусын айнытпай салу мүмкіндігі артқалы алаяқтық көбейіп барады. Қарапайым тұрғындар өзге түгілі өз туысының даусын ажырата алмай алданып қалып жатыр. Телефон алаяқтарынан зардап шеккен мыңдаған америкалықтың бірі Дженнифер Де Стефано. Қазір белгісіз біреу қоңырау шалса, мүлдем жауап бермейтін болған. Жыл басында бейтаныс нөмерден 15 жастағы қызы Брианнаның үрейленген даусын естіп, қатты шошып қалған. Дженнифер Де Стефано телефон алаяқтарынан зардап шегуші. Мен қызымның анашым, бұл адамдар мені ұрлап кетті. Маған көмектесші деген даусын естіп, қатты шошыдым. Сол кезде телефонды басқа кісі алып, мені мұқият тыңда. Егер полицияға қоңырау шалсаң, қызыңа есірткі егіп Мексикаға тастаймын. Ешқашан қайта көре алмайсың деді. Қылмыскерлер Дженниферден қызын босату үшін $1 миллион талап еткен. Не істерін білмей шошынған ана көшеге шығып шыңғыра бастайды. Дереу көмекке келген көршілері полицияға хабарласып, кейіннен телефон алаяқтарының әрекеті екенін түсінеді. Содан кейін ғана есін жиған Дженнифер бірден қызына телефон соғады. Бірақ баласы бірден телефон көтермейді. Өйткені тауда шаңғы теуіп жүрген, дегенмен қызымен бірге жүрген күйеуі байланысқа шығады. Осыдан соң ғана алаяқтардың жасанды интеллект арқылы қызының даусын өңдеп алғаны анықталды. Дженнифер Де Стефано телефон алаяқтарынан зардап шегуші. Дауыс өте ұқсас болды, 100% қызымдікі деп ойладым. Еш күмән болған жоқ. Қазір интернетте алаяқтар жасанды интеллекттің көмегімен даусыңызды бірнеше секундтың ішінде айнытпай сала алады. Ол үшін әлеуметтік желідегі парақшаңыздан кез келген аудио жазбаңызды жүктеп алса жеткілікті. Өзгенің даусын пайдалануға мүмкіндік беретін сайттар да аз емес. Сондықтан Федералды тергеу бюросының бұрынғы өкілі Рич Франкель киберқылмыстың мұндай түрін тоқтату қиын болады дейді. Рич Франкель Федералды тергеу бюросының бұрынғы агенті. Егер сіз мұндай жағдайға тап болсаңыз, бірнеше кезекте көмек сұраған адамның өзіне тікелей хабарласыңыз. Сонда ғана алаяқтың әрекетінің бар жоғында көз жеткізесіз. Егер шынымен де адам ұрлау қылмысы болса, онда құқық қорғау органдарының көмегіне жүгініңіз. Киберқылмыс жиілеп мыңдаған америкалық қомақты қаржысынан қағылды. Федералды тергеу бюросының мәліметіне қарағанда, кибер алаяқтар бір жылдың ішінде халықтың шамамен $10 миллиард қолды қылған. Өткен жылға қарағанда биыл мұндай қылмыс 10 есе көп тіркелген. Сондықтан Конгресс жасанды интеллектіні ретсіз пайдалануға тыйым салатын заң жобасын әзірлеп жатыр.